Армысыздар қазақтар, аман есен шығарсыздар. Алматыда тағы жер сілкінді. 11:20 шамаларында өтем, өйткені мен қызымды алып барады, мектептен алып кеттім. Біз көшеде келаттық. Шатырдан мұздар құлады, бірінен соң бірі. Біз ойладық, мұз деп, сөйтіп сол мұзбен ойнап келесақ, жұрттың бәрі далаға жапырылып қашып жатыр. Көршілерден сұрадым, жақын тұрамыз ғой мектептің жанында. Ойбай, үйге кірме, ана кездегіден сұмдық жер сілкінді, далада тұра тұр деп. Сонымен бір 5 минутте тұрдық та үйге кіріп кеттік. Енді шын айтсам, көшеде жүріп сезген жоқпын. Қасымда қызым, екеуміз ойнап келеттік. Періштеміз қаққан шығар әйтеуір. Құдайға шүкір, оларға да қорғаушы әруақтарыма мың тағзым. Әйтеуір бізді аман алып қалды деп ойлаймын. Өйткені басқа анықтама жоқ. Өйткені жұрттың бәрі жапырылып далаға қашып отыр. Біз болсақ тып-тыныш көшеде ойнап келе жатырмыз, ештеме сезген жоқпыз. Сосын әпкем бөлемдер хабарласты. Магазинде тұрған едім, кәдімгідей сөрелерде заттар кәдімгідей қимылдап, затымды тастадым да далаға қаштым деп. Енді служба спасения, жаңа құтқарушы, біздің қызметі ешқандай хабарлама келген жоқ. Мектеп жақтан қатты сиреналар ұрды. Класс жетекшіміз хабарлады, аман есенсіздер ма, аман есен үйге жеттіңіздер ма деп. Сондай қызық болып жатыр Алматыда. Енді жаңа тиктоктан қарап жатсам, студенттердің бәрін эвакуацияға шығарды далаға, мектептегілерді далаға шығарылады деп роликтер жүріп жатыр. Бірақ біздің билік тағы үнсіз, біздің құтқарушылар тағы үнсіз. Қысқасы баяғы сол жан-жақта көршілерімізге бәлені итереміз. Қытай бірдеме істеп жатыр ма, соғыс жасап жатыр ма, бірдемені бомба жарып жатыр ма, болмаса мына жақтың орыс бірдеме істеп жатыр ма деп бәлені алыстан көреміз ғой. Әйтеуір сондай қызықтар болып жатыр.